Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін кескіндеме сабағы. Сабақтың тақырыбы интерьердегі натюрморт. Сабақтың мақсаты интерьердегі натюрморттың композициялық, конструктивтік, түстік және тональдік форескизін орындау. Натюрморттың интерьер элементтерімен байланысын және кеңістік тереңдігімен перспективалық жарықтарының жоспарларын бейнелеу. Интерьер дегеніміз ғимараттың архитектуралық ішкі көрінісі. Натюрморт дегеніміз бұл бейнелеу өнері жанрының бірі. Қоршаған ортадағы бір құрылымға топтастырылған түрлі тұрмыстық заттар мен жеміс-жидектерді, өсімдіктерді, тағамдарды бейнелеу. Орындықтағы натюрмортты біз терезеге жақын орналастырдық. Орындық үстінде құман, мыс шляпшін, қою күлгін әтір шыны қорабы және сарғыш, қызғылт және ақ мата қатпарлары орналасқан. Орындықтың қасында едендің үстінде кішкентай орындық пен үйде киетін аяқ киім орналасқан. Бұл жұмыс 6 сеансқа жоспарланған. Бүгін бірінші сеанста біз интерьердегі натюрморттың форескизін орындаймыз акварель немесе гуашь бояуымен. Форескизді А4 форматқа саламыз. Форескиз ол қысқа мерзімді нобай. Оны натюрморттың сызықтық және түстік шешімін табу үшін орындаймыз. Суретті салардың алдында біз біріншіден орын таңдаймыз. Содан соң қағаздың өзін тік әлде көлденең орналастыруын анықтаймыз. Мен таңдаған көріністен натюрморттың биіктігі басым алады, еніне қарағанда. Сондықтан мен өз қағазымды тік орналастырам. Келесі қадамымызда біз карандашпен сәл көрінетін сызықтармен қағаз бетінен натюрморт заттарын жобалап үйлестіреміз. Форматтың астыңғы жағынан орынды көбірек қалдырамыз, композиция заңы бойынша. Содан соң сызықтық конструктивтік құрастыруды натюрморттағы үлкен заттардан бастаймыз. Бірінші салатын затымыз орындық. Оның пропорция қатынасын және перспектива заңдылығын сақтап саламыз. Едендің сызығын осы отырғыштың аяғына қарап, қай жерлерден өтетінін байқап саламыз. Келесі салатын затымыз кішкентай орындық. Оның да пропорция қатынастарын және перспектива заңдылығын сақтап саламыз. Үлкен орындықтан қандай ара қашықтықта тұрғанын безерлеу әдісін қолданып суретін саламыз. Осы екі үлкен заттарымыздың суретін нақты құрылымын салып болған соң, орындықтың үстіндегі заттардың құрылымын салуға көшеміз. Орындықтың үстінде тұратын құман, мыс шляпшін және әтір шыны қорабын ось симметрия арқылы саламыз, себебі олар айналма денелерге жатады. Алдыңғы қатарға аяқ киімдің суретін саламыз. Соңғы кезеңде мата қатпарларының негізгі бүктемелерін бейнелейміз. Жұмысты түспен орындауға көшеміз. Біріншіден натюрморттың ең қараңғы жерлерін анықтап, солардан бастап түспен жұмыс жасаймыз. Натюрмортқа жарық терезеден түсіп тұр. Түспен жұмыс жасағанда түстік балансты еске аламыз. Натюрморт заттарының түстік және тональдік сәйкестігін максималды түрде көрсетуге тырысамыз. Түстерді бір-бірімен араластырғанда палитраны қолданамыз. Рефлекс деген ұғымды естен шығармаймыз. Кескіндемедегі рефлекс маңызды элемент болып табылады. Олсыз бейне бояғышқа айналып кетеді. Бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік. Форескизді түспен салдық. Келесі сабаққа формат А2, яғни ватманның 1/2 бөлігін қарындашпен өшіргішті дайындап қойыңыздар. Бүгінгі бірінші сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.